Сөзілдірік. Сенің туған тіліндегі білмеген, ізденбеген ұғымдарды түсінікті тілде жеткізу. Сөзілдірік. Сәлем достар, бұл сөзілдірік және оның жүргізушісі мен Қыдырқожа Индира. Кезекті бөлімді достық тақырыбына арнаймыз. Ендеше дайын болсаң, кеттік. Ерегескен ел болмайды, есептескен дос болмайды. Бұл жерде ерегескен ел болмайды дегеніміз айтпай-ақ түсінікті шығар. Бір-біріне мін тағып, істеген жақсылықтарын жойып жіберіп отыратын елдің бірлік болашағы болмайды. Ал есептескен дос болмайды дегеніміз шынайы достардың арасында ешқашан есеп жүрмейді. Бір-біріне жасаған жақсылығын, тіпті берген сыйлығын болсын, есептесіп жүретін болса, онда ол шынайы достыққа жатпайды. Жаман жолдас белгісі көкқұтандай кекейіп шекесінен қарайды. Бұл жерде көкқұтан дегеніміз не? Көкқұтан дегеніміз құс. Оның аяқтары ұзын болып келеді. Мойны S әрпі тәрізді. Табиғатынан мойнын керіп, басын тік ұстап жүреді. Теңеуді жақсы көретін қазағымыз бұны мақалға қолданып, барынша астарлап жеткізген. Яғни, қарапайым досың жетістікке жетіп, жоғары дәрежеге жеткен уақытта, көкқұтан секілді мойнын керіп, менсінбей, өзімшілдік танытуы оның жаман жолдас екенін білдіреді. Ұшқын өртке сеп, достық дертке сеп. Өрт жанғанда оған демеу сеп болатын ұшқын болса, ал қиын сәтте дертіңе дауа қолдау болатын ол сенің досың. Ол саған кез келген уақытта көмектесуге дайын тұрады. Ұзын сөздің қысқасы, нағыз дос іздесеңіз, өзіңізді рухани өсіріп, өзгеге қалай нағыз дос болу керек екенін ойлаңыз. Қалай, мақалдар түсінікті болды ма? Бөлім ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Көріскенше.